Айгүл, саған не болды? Деп таңғалды Ерлан, бірақ бірнеше минуттан кейін оның өңі бозара бастады. Қимылдары ыңғайсызданып кетті. Бір түрлі болып тұр, деді ол әрең. Құлақтарында сыңғыр естіле ме? Әлде бұл тек менде ғана ма? Қонақтар абдырап қалды. Біреу су ұсынды. Барлығы бір уақытта сөйлей бастады. Кенет Ерлан орнынан атып тұрып, үстелдің шетін ұстап, ол бәрін біледі. Ол бәрін біледі. Анашым, айт оған. Бұл сенің ойың болғанын айт. Деп айқайлап жіберді. Шетте отырған Күлзия апай күрт бұрылып бозарып кетті де, жасанды түрде қатты күліп жіберді. Не айтып тұрсың, Ерлан? Адамдар қарап отыр. Өзіңе кел. Ол бетіне салфетка көтерді, бірақ көздерінен оның үрейі анық көрініп тұрды. Жарты сағаттан кейін Ерланды жедел жәрдем алып кетті. Ол сандырақтап тынышталмай жатқандықтан оны жатын бөлмеге апарып, төсекке жатқызуға тура келді. Бұл жағдай кештің көңілін мүлде бұзды. Күлзия апай бір ауыз сөз айтпай, ұлын ертіп ауруханаға кетті. Қонақтар да біртіндеп тарай бастады. Есік жабылған кезде Айгүл үйде жалғыз қалды. Жаңа ғана адамдардың дауысымен шам жарығына толы болған үй кенет босап, қараңғыланып кеткендей болды. Айгүл қонақ бөлменің ортасында тұрып, жартылай жиналған дастарханға қарап тұрды. Оны ішкі, ауыр бос сезім билеп алды. Айгүл мен Ерланның ешқашан балалары болмаған. Ал дәл осы сәтте бұл жағдай бұрынғыдан да қатты сезілді. Енді оның жанында ешкім қалмағандай еді. Таңертең Айгүл ұзақ уақыт бойы өз ойын жинақтай алмады. Ол ас үй үстелінің жанында халатпен отырып, суды кішкентай жұтыммен ішіп, бір нүктеге қарап отырды. Көз алдында кешегі кештің үзінділері қайта-қайта пайда болды. Ерланның көздері, дірілдеген дауысы, үрейлі айқайы. Үстелде бұрын кейінге қалдырған хатта жатты. Конверттердің бірі банктен келген еді. Хаттың ішінде Айгүл мүлде білмейтін үйге байланысты ипотека бойынша екінші кешігу туралы ескерту бар еді. Бір апта бұрын ол Ерланнан өзінің тегі жазылған, банк мөрлері басылған бұл түсініксіз хаттар туралы сұраған болатын. Сонда Ерлан: бұл жай техникалық қате, база шатасқан шығар, уайымдама деп қолын бір сілтеген. Бірақ енді құжатқа қарап отырып, Айгүлдің ішкі дүниесі қатайып бара жатқанын сезді. Бұл қағаздар тым көп сұрақ туғызды. Ал бүгін, кеше болған оқиғадан кейін, бір нәрсе анық болды. Енді сылтау айтуға болмайды. Енді Ерлан шындықты айтуы тиіс. Айгүл клиниканың қабылдау бөліміне қоңырау шалып, өзін таныстырып, күйеуін көруге бола ма деп сұрады. Жауап қысқа әрі ресми болды. Ол есін біледі, бірақ әлсіз. Таңертең қысқа уақытқа ғана кіруге болады. Айгүл тұтқаны қоя салды. Басында сұрақтар айналып, жауап табалмай жатты. Ол асықпай киініп үйден шықты. Бір сағаттан кейін ол палатада тұрды. Мұнда хлордың және үмітсіздікке ұқсас бір иістің иісі аңқып тұрды. Айгүл оттегі маскасы тағылған, көзқарасы босап кеткен Ерланға қарап тұрды. Ерлан оны байқап, басын бұрып, әлсіз жымиюға тырысты. Сен келдің бе? Деді ол қарлығып. Айгүл жақындамады. Ол сөмкесін терезе алдына қойып, қолын кеудесіне айқастырып: Ерлан, маған түсіну керек. Сен маған айтпаған үй туралы. Ол не? Қайда? Не үшін? Неге менің атыма рәсімделген? Деді. Ерлан көзін жұмып, ауырсынғандай бұрылып кетті. Мен сені араластырғым келмеді. Тез жауып тастаймын деп ойладым. Бұл тек техникалық қажеттілік еді, бірақ бәрі менің атыма рәсімделген. Ерлан, деді Айгүл, мен ешқашан ешқандай құжатқа қол қоймадым. Мұндай үй бар екенін де білмедім. Ерлан жұтынды, маған көмектесті. Солай оңай болады, деді. Егер сен ертерек білсең.